Балалар, мен сендермен қазір ойын ойнағым келіп тұр. Ойынның аты қан талапай деп аталады. Қан талапай ұлттық ойындардың бірі. Қан талапайды асықпен ойнайды. Қан талапай ойыны балаларды шапшандыққа, мергендікке, ұтқырлыққа шақырады. Біз қазір бұл ойынды ойнап көрейік, жарай ма балалар? Мен сендерге ойынның шартын түсіндіріп кетейін. Менің қолымда балалар қоржын бар. Қоржынның ішінде көп асықтар бар. Бұл асықтардың ішінде бір асық қызыл түспен боялған. Ол қан талапай, қан асығы деп аталады. Мен қазір асықтарды ортаға шашамын. Сол кезде сендер таласып алуларың керек. Жарай ма балалар? Барлығымыз аламыз. Кімге қан асығы түседі екен? Сол ұтыскер қан болады. Олай болса ойынды бастайық. Талапай-ау талапай, басталды ойын алақай. Кәне кімге қан асығы бар екен? Кім ұтып алды? Сол қан болады. Тағы да ойынды бастаймыз балалар. Ойынымызды бастайық. Талапай-ау талапай, басталды ойын алақай. Қан асықты алайық. Қан аламыз. Қаны балалар, қан асығы, қан көрсетіңдерші, қолдарындағы асықты былай көрсетіңдерші. Қан асығы кімге түсті екен балалар? Ой, қанға түсіпті, өзі қан болса, аты бұл да қан асығы қанның қолына түсті.